Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызда берілген жұмыстау арқылы өзімізді бағалайық. Өзімізді бағалау үшін өткен сабақтарды еске түсірейік. Тізімді сызықпен белгілеп, қайталану санын тауып жазып үйрендік. Суретті диаграмма арқылы да жұмыстап үйренгенбіз. Бағанды диаграмма бойынша жұмыстап үйренгенбіз. Қанша мүмкіндік бар екенін шешіп үйрендік. Тыйын екі жақты болғандықтан екі мүмкіндігі бар екен. Ал текше 6 жақты болғандықтан 6 түрлі түсетін мүмкіндігі бар екен. Және де киімдерді парлап үйренгенбіз. Мысалы, қызыл жейдені 3 түрлі шалбармен, көк жейдені 3 түрлі шалбармен парлап киюге болады екен. 1, 2, 3 цифрлармен 2 таңбалы сан, 3 таңбалы сан қанша жазуға болатынын үйренгенбіз. Әрине, қайталанбайтын 2 таңбалы сан 6 жазуға болады екен. Қандай бір заттың 2 қасиеті бойынша топтап үйрендік. Сандарды, заттарды 2 бөлікке топтап үйрендік. Тапсырмаларға назар аударайық. Кестеде бейнеленген барлық пікір санын табайық. Тең бөлікке бөліп, санау әдісін қолданайық. Назар салайық. Алғашқы сан қанша болады оқушылар? Алғашқы сан 42-ге тең екен. Келесі сан 39 және 33-ке тең болады екен. Өте жақсы оқушылар. Сара 3 жейде 4 шалбарды қанша түрмен парлап кие алады? Дұрыс жауабын белгілейік. А жауабы 7, Б жауабы 10, В жауабы 12. Сара 3 жейде 4 шалбарды неше түрмен парлап кие алады? Әрине, В жауабы 12 рет парлап кие алады екен. Өте жақсы. Бір, 2, 3, 4 цифрлары арқылы қанша 2 таңбалы жұп сан жаза аламыз? 1, 2, 3, 4 цифрлары арқылы қанша 2 таңбалы жұп сан жаза аламыз? Цифр қайталап. А жауабы 5, Б жауабы 8, А В жауабы 6. Әрине, Б жауабы 8, 2 таңбалы жұп сан жаза алады екенбіз. Берілімдегі жауаптардың жалған ақиқатын анықтайық. Асы тиынды ергенде 2 түрлі түсетін мүмкіндігі бар. Б.
Асықты ергенде ешбір сан түсетін мүмкіндігі жоқ. В. Текшені ергенде сан түсетін мүмкіндік бар. Тиынды ергенде екі түрлі түсетін мүмкіндігі бар. Ақиқат екен. Асықты ергенде ешбір сан түсетін мүмкіндігі жоқ. Жалған. Текшені ергенде сан түсетін мүмкіндік бар. Ақиқат екен. Өте жақсы оқушылар. Керледе бар суреттің санын суретті диаграммаға белгілеген екен. Бір суретті қанша дөңгелекпен бейнелеген? Алғашқы қатарда 24 суретті неше дөңгелекпен бейнелеген? Әрине, 8 дөңгелекпен бейнелепті. Олай болса, бір дөңгелек 3 суретті белгілеп тұр екен. Сара мен Баттың жауабын барлығымыз дәптерімізге белгілеп сызайық. Сарада 18 сурет. Қанша дөңгелек болады оқушылар? Ал Батта 21 сурет. Өте жақсы. Сарада 6 дөңгелек. Батта 7 дөңгелекпен белгілейді екенбіз. Үш пікірді бір дөңгелекпен бейнелеген болса, 24 пікір қанша дөңгелек болады? Үш пікірді бір дөңгелекпен бейнелеген болса, 24 пікір қанша дөңгелек болады? Жақсылап назар аударайық. Әрине, 8 дөңгелек болады екен. Суретке зер сала отырып, төмендегі кестені толтырайық. Бұнда алма, қырыққабат, картоп бар екен. Картопты қабатты, алманы неше сызықпен белгілеп тұрғанын мұқият қарайық. Картопты 9 сызықпен белгілеген екен. Қырыққабатты 8, алманы 5 сызықпен белгілеген екен. Өте жақсы балалар. Бір тор көз екі көкөністі бейнелейтін болса, диаграммаға белгілейік. Диаграмға белгілейік. Картоп 9 болатын. Онда бір тор көз екі көкөністі белгілейтіндіктен 4 тор көз бүтін және жарты
жарты тор көзді бояйық. Өте жақсы. Қырыққабат 8 болғандықтан 4 тор көзді бояйды екенбіз. Алма 5 болғандықтан 2 бүтін жарты тор көзді бояймыз. Өте жақсы балалар. Барлығы қанша жануар бар? Кестеге зер салайық. Тауық және қоян. Кестеге мұқият қарайық. А жауабы 14. Б жауабы 18. А Б жауабы 32. Әрине, қай жауабын белгіледік балалар? А Б жауабы 32. Өте жақсы. Кестедегі суреттерді қанша қасиетіне қарап топтаған екен? Ойыншық және ойыншық емес, сары түс кіріскен және сары түс кіріспеген деп неше қасиетіне бөлген екен? Әрине, А жауабы дұрыс екен. Келесі тапсырма. Қасиетіне қарай 2 топқа топтап белгілейік. Мұнда азық-түлік, өсімдіктер және ортақ заттар деп 3-ке топтап тапсырманы орындайық. Азық, түлік, өсімдік, ортақ заттар. Бірінші суретіміз. Әрине, азық түлікке жатады екен. Екінші азық түлік және өсімдікке де жатады екен. Үшінші гүл. Өсімдікке жатады екен. Төртінші қызанағымыз. Екеуіне де ортақ екен. Бесінші нан азық түлікке жатады екен. Өте жақсы оқушылар. Сандарды 2 топқа бөліп жазайық. Мұнда бірінші қатарға көп сандарды, екінші қатарға 50-ден үлкен сандарды, ал ортаңғы бөлікке екеуіне ортақ сандарды жазайық.
24 саны, 59 саны, 84, 36, 75, 60. 24 көп сан. 59, 50-ден үлкен сан. 84, екеуіне де ортақ сан. 36 көп сан. 75 және 60 деген сандарды орналастырдық. Тапсырманы дұрыс орындаған болсақ, өзімізді бағалайық. Өте жақсы. Бүгінгі сабағымызды иконтет сайтынан да көре аласыздар. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан балалар көп рахмет.